Саламатсыздарбы окуучулар, жагдайларыңыз калай? Дене чынықтыруу сабагын баштайбыз. Сабагыбыздын такырыбы акробатикалык дене жаттыгуулары. Әуелден дене кыздырып жаттыгуу жасап алабыз. Баштайбыз. Аяк шамалын ашып коюбуз. Кол жерге күндөн көтөрүп. Оңга карата басты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кайталайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі жаттығуымызды бастаймыз. Екі аяқ ашамыз. Екі қолды екі қоямыз. Алтыға қаратай көтіріп. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымызды бастаймыз. Келесі жаттығуымызды бастаймыз. Екі аяқты аша ұстаймыз. Қолды кеудеге ұстаймыз. Екі қолды. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымызды бастаймыз. Келесі жаттығу. Екі аяқты ашамыз. Екі қолды айқасты ұстаймыз да, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуды бастаймыз. Келесі жаттығуымыз. Екі аяқты ашамыз, екі қолды тізеге ұстаймыз. Сыртқа ішке қаратай, көтірек, сыртқа қаратай көтірек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жоғарамыз. Сол аяқты үкімді қоямыз, оң аяқты қоямыз, көз соғамыз, екі қолды қоямыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Акробатикалық жаттығуларды орындаған кезде денемізге зақым келтірмейтіндей жұмсақ төсеніштерді қолдануымыз қажет. Оқушылар, есте сақтаңыздар. Қарапайым дене жаттығуларды орындау арқылы денені қыздырып алмай, бірден акробатикалық жаттығуларды орындауға болмайды. Бүгінгі сабағымызда акробатикалық жаттығулардың алға қарай бастан аса домалап түсу, артқа қарай бастан аса домалап түсу, жауырынға тұру жаттығуларын үйренеміз. Алға қарай бастан аса домалап түсу. Алға қарай бастан аса домалап түсу үшін алдымен бастапқы қалыптан екі қолды жерге тірей, басты еңкейтіп отыру керек. Содан кейін төбені жерге тірей, алдыға қарай домалап түсу керек. Артқа қарай бастан аса домалап түсу. Артқа қарай бастан аса домалап түсу үшін жүреден отырған қалыпта басты еңкейте, тізені иыққа жақындатып, қолды жоғары сермей, артқа қарай домалап түсу қажет. Жауырынға тұру. Жауырынға тұру үшін алдымен жүреден немесе аяқты созып отырған қалыптан шалқадан жату қажет. Сонан соң аяқты жоғары серпей көтеріп, қолды белге ұстап, шынтақты жерге тірей қою керек. Жауырынға тұрған кезде аяқты бүгіп, немесе созып ұстайды. Қайтадан бастапқы қалыпқа келіп, одан тік тұрып кету үшін жауырынға тұру жаттығуы
кері қарай орындалады. Акробатикамен жүйелі түрде айналысу әдемі жүруді қалыптастыруға, әсем сымбатты болып өсуге көмектеседі. Ең бастысы, акробатикалық жаттығуларды орындап үйренгенде, оның оңай элементтерінен бастап, қиындығына қарай біртіндеп көшу керек. Сонда бұлшықеттер біртіндеп өсіп, бара жатқан жүктемеге үйреніп, иілгіш, серіппелі бола түседі. Бүгінгі сабағымыз ұнады ма?